Қазанның қақпағында пирожки дайындаймыз. Дәл осы әдіспен жасап көрсеңіз, тандыр самса жегендей боласыз. Жасалу жолы өте оңай. Егер қазаныңыз бөлініп қалады деп қорықсаңыз, өте оңай жолмен тазалау әдісін сіздерге видеоның соңында бөлісетін боламын. Алдымен тестасын дайындаймыз. Жылы сүт, жылы су, тұз, қант, ашытқы, бір жұмыртқа қосып жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнымызды қосып, жұп-жұмсақ қамыр илеп бетін жауып қоямыз. Картопқа тұз, сары май қосып жақсылап араластырамыз. Бұл біздің начинкамыз. Көтерілген қамырды бөліктерге бөліп, алдымен иін қандырып қайырып аласыздар. Одан кейін бөліктерге бөліп, қолдарыңызбен басып, орташа қалыңдықта жайып, начинкамызды салып жақсылап түйеміз. Қызып тұрған қазанға пирожкиімізді ақуызға батырып, жақсылап жапсырып шығамыз. Сары